яғни Еуразия құрлығының кіндігінде орналасуы ежелден әртүрлі мемлекеттер мен өркениеттер арасында транзиттік дәліздердің пайда болуына септігін тигізді. Біздің дәуірімізден бастап бұл құрлық жолдары үлкен Еуразияның шығысы мен батысы, солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы сауда және мәдениет саласындағы байланыстардың трансконтиненталды желісіне ұлы жібек жолы жүйесіне айналды. Бұл жол халықтар арасындағы жаһандық өзара тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың қалыптасып дамуы үшін орнықты платформа болды. Керуен жолдарын мінсіз ұйымдастырып, қауіпсіздігін қамтамасыз еткен ұлы дала халқы ежелгі және орта ғасырлардағы аса маңызды сауда қатынасының басты дәнекері саналды. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы жерорта теңізі, Таяу шығысы және славян өркениеттерін байланыстырды. Алғаш пайда болған сәттен бастап, ұлы жібек жолы картасы негізінен түрік империяларының аумағын қамтыды. Орталық Еуразияны түркілер үстемдік құрған кезеңде ұлы жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда экономиканы өркендетуге және мәдениетті дамытуға септігін тигізді.